Алланың бізге беріп жатқан сыйы. Сол себептен сіздердің барлықтарыңызды мынау осы мамыр айында келген арнайы 2 мерекемен барлықтарыңызды құттықтаймын. Ал енді мынау алдарыңызда тұрған біздің орталықтың сіздерге қызметтерді 7 қызмет түрі бар, өздеріңіз білесіздер. Медициналық, психологиялық, еңбек кабинетіміз бар, құқық және де экономикалық қызмет түрі бар бізде, мәдениет қызмет түрлері бар. 7 қызмет түрін осы 29-на бітеді ма мамырдың? 29 мамырға шейін сіздермен бірге осы қызметтердің бәрін аласыздар. Жеке сұрақтарыңыз болса, түсінбейтін сұрақтарыңыз болса, ұсыныстарыңыз болса, осы қазір таныстырып өтемін. Өзім есімім Ақмарал Ақылбекқызы. Күніге сағат 9-дан 9:30-ға шейін, кейде 10-ға шейін жеке өздеріңізді осы жерде кездесіп, көзбе-көз өзім қабылдауда тұрамын. Ал енді келесі таныстыру. Өздері қазір аты жөндерін айтып, кабинеттерін айтып өтеді. Қарсы алыңыздар, танысыңыздар. Ал құрметті қызмет алушылар, саламатсыздар ма? Барлықтарыңызға қош келдік деп айтамын. Мынау алған емдеріңіз Құда қаласа шипа болып, жақсы көңіл күйде қайтыңыздар. Менің есімім Зухра Қахраманқызы, мен психолог. 2-ші этажда 30-ші кабинетте отырам. Барлықтарыңыз міндетті түрде келіңіздер. Сәлеметсіздер ме, қызметкерлер және қызмет алушылар. Келіп жеткен мерекелер құтты болсын. Ұлы отан соғысын қорғаушылар күні құтты болсын. Және де жеңіс мерекесі құтты болсын деймін. Мен Фариза Арапбайқызы, врач-невропатолог, 20-ші кабинетте 3-ші этажда отырамын. Және де асханаға уақытша міндетін атқарушы диетолог маманымын. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, есігім әрдайым ашық. Және де выписка келмеген кісілер, выпискаларыңызды ұмытпай әкеліңіздер. Қайырлы күн, әріптестер, қызмет алушылар. Мен әлеуметтік жұмыс жөніндегі маманмын. Танисыздар көпшіліктеріңіз. Құжаттарыңыздың бәрін толық қабылдадық. Енді тек ем алу қалды. Ешқайсымыз бір күн болса да қалмауға тырысайық. Қалатын денсаулықтарыңызға байланысты болса, міндетті түрде бізге келіп, ескертіп болмаса хабарлассаңыздар болады. Телефон бар бізде. Ал ер азаматтар, мерекелеріңіз құтты болсын. Біздің қорғанышымыз болып жүре беріңіздер. Барлықтарыңызға, емдеріңізге шипа тілейміз. Жылына 2 рет келулеріңізге болады. Көпшіліктеріңіз білмейтін боласыздар. Осы 2026-ның айдың жылдың соңына қарай тағы келсеңіздер болады. Барлықтарыңызды күтеміз. Қайырлы күн. Менің есімім Османова Береке Рахымбекқызы. Мен әлеуметтік жұмыс жөніндегі маманмын. Бізде тағы да Әбунасыр деген жігіт бар. Ол кісі қазір жұмысқа осы жерде жүр. Бізде 3 әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман бар. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, бізге келсеңіздер болады. Құрметті 5-ші ауысым қызмет алушылар, сіздерді мынау келген мейрамдарыңызбен құттықтаймын, ер азаматтар. Мейрамдарыңыз құтты болсын, аспанымыз ашық болсын. Мен еңбек кабинетінде жұмыс жасаймын. Садыкова Гаухар Ибадуллақызы, 8-ші кабинет. Бізге келіңіздер, еңбектен қол моторикасын үйретеміз. Бізде швеяда бар, моншақтармен жұмыс істейміз, саусақ ұштарымен дамытамыз. Келіңіздер. Вы, кстати, смотрите. Қайырлы күн, қызметкерлер және қызмет алушылар. Да, я и говорю. Қош келдіңіздер біздің орталыққа. 8-ші кабинет, 2-ші этажда. Менің есімім Мырзаханова Меруерт. Мен де 2-ші еңбек нұсқаушы жұмыс істеймін сол жерде. Келіңіздер. Мынау қос мереке келеді, қатар келген қос мереке құтты болсын барлықтарыңызға. Аспанымыз ашық, еліміз тыныш болсын. Саламатсыздар ма? Мен есімім Жұмағұлова Ләззат Ермұхамбетқызы, мейірбике болып қызмет атқарам. Мен физ кабинетте лазер және УВЧ-да 10-ші және 16-ші кабинет, 2-ші этаж. 10-ші кабинеттен таппасаңыздар, 16-ші кабинетке келесіздер ғой. Жігіттер қауым мереке құтты болсын. Әрқашан аман болып жүре беріңіздер. Көпшілігі мені таниды, бәріміз танимыз ғой бір-бірімізді.
ал алған емдеріңіз ем болсын, шипа болсын. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, қызмет алушылар. Бүгінгі мереке құтты болсын, ер азаматтарымыз аман болсын, отан қорғаушыларымыз аман болсын. Дендеріңіз сау болсын барлықтарыңыздың. Мен ЕЛФК инструктормын, едіші маманы. 3-ші этаж, 23-ші кабинетте жұмыс жасаймыз. Келіңіздер, басты байлық денсаулық, дендеріңіз сау болсын. Есімім Алима Эралиевна. Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Мен есімім Мөлдір, 1-ші қабатта ЛФК кабинетінде жұмыс жасаймын. Көпшіліктеріңіз танисыздар, танымағандарға мен Мөлдірмін. 1-ші этажда ЛФК. Саламатсыздар ма барлықтарыңызға? Менің есімім Севара. Мен 1-ші этажда 5-ші кабинетте физ кабинетінде жұмыс жасаймын. Саламатсыздар ма, менің есімім Жанар, ваннада жұмыс жасаймын. Келіңіздер. Маңыз деген ұнап қалды ғой, енді әрине байқап отырсыздар ғой, мәдени ұйымдастырушы Ғалымжан Амандықұлы болады. Рахмет әріптестер, жайғаса қояйық.